Жұма күні ақшамы қайырлы olsun. Эфирде заман декабрінің 29-ы Қырмышқалынан 1401 күні студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Вадим Сирукның сағлығы бір қарар, азап ізлері көрінмей. Краснодарда Кензерет комиссиясынан темсілжілері СИЗОға кіріп онен көрішкенлер олар айтқанына көре Сирукны Ростов Данау СИЗОсына кечірмесіні тоқтатқанлар. Оңан избетен мақсус мерасимлер кечіргенлер, бұтын шейлеріні бақып шыққанлар. Қараулар өзлеріні серт алып барған дей. Вадимнің электрик устрасыны ве намазлық келіміні тұтып алғанлар. Емерусейін қайда олғаны белі де гел. Евелсі күкінің адвокаты Александр Попков Ялтылы Хизбу Тахрир давасынан екім абысы Емерусейін Кукове Вадим Сирук Краснодар СИЗОсында чекштірілгені білдірген еді. Попков айтқанына көре бұл мәліматны Кукове Сирук ятқан камерадағы мабус айтқан. По поводу собак там отдельно разбирались, но собаки якобы были в намордниках на видео, то есть у членов ОНК сомнений в том, что травили и кусали собаками, в общем-то, они отпали, эти сомнения. Что касается инцидента, там якобы была такая грубость со стороны сотрудника УФСИН, вроде бы то ли грубо разговаривал, и якобы Вадим, когда шел, ударился, один раз головой упал, ударился, но следов никаких у него не осталось. Кукове Сирук кечкенсене февраль айында Хизбу Тахрирге лақасы олғанында қабатланып яқаланған еді. Оларнен берабер Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рифат Алимов и Арсен Джипаров яқаланды. Эпсіні терроризмде қабатлайлар. 2 авто евелсі мабуслеріні Қырымдан Ростов-на-Дону махкемесіне СИЗОсына кечір башладылар. Ада оларының махкеме давасы январының 11-де бақылмақ керек. Асан Чапухны хастаханеде бір қачса деваманда бақып сағлам деп кенеде СИЗОға қайтарғанлар. Адвокатлары екімлерінің қарарыны ве мабусынан алыны білмек үшін мұражат азырлай. Асан Чапух ноябрінің сонында үш дигер Қырым татарынан берабер яқаланған еді. Оларны түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар. Мақсус операция девамында Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджей Кашқа Ярамаев вефат етті. СИЗОда Асан Чапух микроинсультқа оғырады. Адвокатының білдіргеніне көре, оның сол тарафы çalışma ve o зорнен hareket ете. Буду готовить и отправлять адвокатские запросы в СИЗО, то есть в медсанчасть СИЗО, и в больницу с просьбой предоставить мне информацию о результатах обследования моего подзащитного. На самом деле он нездоров, вот именно. И нуждается в помощи более квалифицированной, о чем я неоднократно об этом говорил и руководству СИЗО, и руководству медсанчасти. Ишғалшілер судақта Қырым татарының қабиқаниясына екі башылады. Бұны сайыбының қызы Фатма Салиева қабер етті. Оның айтқанына көре оларға сабадан 5 шамон машинасы ве бозмақ үшін техника кетірілген. Судақлы Қырым татар фуали Ленора Дүлберінің білдіргеніне көре ерлі шер махкемесі қабиқанияны иқмаға қарар шығарған сайыплеріне шикайет етмеге біле имкан берілмеген. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Қырым марафоны девам ете кечкен авта Қырым бірдемлігі жемаат бірлешмесінен фааллері октябрінің 14-інде бір кішілік наразылықларға шыққан Қырым татарларға берілген чөремелеріні одемек үшін пара топламаға башлады. 10 рублелік копеклер топланып, ижра қызметіне чувалынен арбалына жақтыр. Onlar gümüş toplаған bu para bizim ballarımızға yardımcı olsun. Saygılı cemaat tanış bilir soy sop tapıkonçu koşulsun çekte kamasın.
Чоңғарда провокация гежесі белі олмаған инсанлар Қармелі мемори сыңыры янындаки блокпостларда Боянин, Русия ве Рус языларына қалдырған ерлі-фаллер айтқанына көре бұл провокаторлар евелсі Чоңғардаки ел ишаретлеріні веран еткерлер анда қырмызы түслі Боянин Россия язысы пейда олды. Бұл провокатив языларыны сабадан ерлі сакинлер көрген. Олар аскер бірлешмесінен азаларымен бұл языларыны yok еттілер. Неизвестными людьми были совершены ряд провокаций. На автобусной остановке был снят и брошен на землю украинский флаг. В 3 местах были надписи «Россия» и «Русь». Местными проукраинскими активистами, а также членами гражданского формирования «Аскер» были закрашены данные надписи, и на их месте уже написано «Слава Украине». Русия Кутлеви хабер васталары Украина или ишғал етілген Қырымнан мемори сыңырында Кутлеви яқаланулар аққында ялан хабер тарқата. Бұл етіп Русия Украинаның биометрик контроль көрсеткеніне жевап бере. Бұны Украина Девлет сыңыр қызметінің спикер Олег Слободян тариф етті. Екі күн евелсі Украина, Русия ату аланындаки сыңыр чизгісі ишғал етілген Қырымнан мемори сыңырында биометрик контрольны тест режимде башлатты. Яңы елдан башлап о толусынен чалышы жақтыр. Русиялер веда 70 мемлекетінің ватандашлары Украинаға кіргенде пармақ ізлеріні бережек. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Қырым татарларының бірлік ве бірдемлігі 2017 сенесінің ең бұйық ғалебесідір. Болев Қырны Меджлис рейсі Дүния Қырым татар конгрессінің президенті Рифат Чубаров сеслендірді. Это единство и непокорность нашего народа, непокорность чужим. Это сохранение достоинства, и в течение 2017 года крымско-татарский народ не переставал этим удивлять всех, как в Украине, так и далеко за его пределами. Для меня это самое замечательное и заметное событие. Дүния Қырымтар конгрессінің президент муавиніді елінің esas вақиясын айтты. Ленур Ислямовның фікірінше Украина президенті Қырым темсілжісінің семерелі ішлеп башлағаны 2017 сенесінің зафері ола. Евелкі реберлік Қырымларының проблемаларынан оғырашмаған еді. Biz doğru yoldamız. Bu birinciden en böyle bir yüksek de doğru. Bu 10. статья Конституцияның Anayasa'nın değiştirmesi, то что iş группасы bitirdi işini. Bu bir. İkinciden bu посредством değiştirdik посредствоны, çalışmagan посредствоны yana adamlarını alıp girdik, Kırım Tatarlarını alıp girdik. Уже 4 tane Kırım Tatarında çalışıyor inşallah и daha çoxlaşacağımız bu anda. Bu ikinci. Üçüncü, bu askerlerimiz şimdi sınırda tura, ofitsial şekilde sınırda tura. Кремль мабуслеріні мектуп язық марафоны сонына келе о елнан сонына же девам етежектір. Мабуслерге әрбір инсан қайырлав мектубыны яза біле. Евромайдан соз тешкілятында дүнияның чешіт көшілерінден мектуплер алалар. Бұл акция 4-ші керек кечіріле. Ми не знаємо, скільки людей написало, але скажімо, за підсумками 2 попередніх марафонів це точно сотні людей, які саме мобілізуються і в цей період пишуть. А от ті листи, які потрібно пересилати в Крим, ми просимо надсилати в наш офіс. І таких листів в нас вже така добра пачка. Вже зараз іде, ми знаємо, там більше 100 листів. І десь Чикаго нам написала, що чекайте цілий пакет для політв'язнів Кремля. Елні ишлерінен битерме Киевдеки Аль-Райт Ислам Меденет мерkezінде донор күні тешкіл етілді. Мында инсанларға күткен дінлерге бақмадан қан бермеге теклиф етілі. Кімлерінің донорларға өлеге берген парасыны мерkezде хайрия оларақ қалдырмақ мүмкін. Коли трапляється біда, вона не питає, хто ти і що ти, звідки. І також, коли потрібна допомога, ми не запитуємо, хто нам, нам не важливо, хто нам дає допомогу. То це ще такий маленький плюсик до списку хороших справ. Усат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейін вен евбетеки заман яйынларына сейретмеге ұнытмаңыз көрішкенже.